Тарихи бастауы соны 20 ғасырдың басынан бастау. Бүгінде ұлт шанды. Білгілер көшбасшыларының ордасына айналған. Адамның ой санасы мен ақылын дамытып, соғыс алаңдарында дес бермейтін шәкірттерін тәрбиелеуден тайынбай, найзадай сөздерінің ұштары кез келген жүрекке барып қадалатын өте қонақ жай, ылғида жолдастық кездесу өткізетін семинар тренинг ұйымдастырып, жаңа таныстар мен достар табуға себепкер ол не? This is Атамекен! Биылғы қыстың көптен күткен ең алғашқы турнирі, елдің түкпір-түкпірінен жиналған пікірсайысшылар, керемет биші қыздар. Ал енді сөз кезегі тілектерге. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Атамекен пікірсайыс клубын 10 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Негізі, былай қарап отырып, мен өзім осы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің түлегімін. Сондықтан мен әрқашан осы университеттің өсіп өнуіне, жастардың дамып жатқанына қарап отырамын. Сондықтан мен шын жүректен Атамекен пікірсайысын 10 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Болашақта табыс тілеймін. Осы біздің өсіп келе жатқан, дамып келе жатқан мемлекетімізде осы клубтың қыздары, ұлдары өз үлесін қосады деген ойдамын. Құрметті Атамекендіктер, сендерді осы 10 жылдық мерейтойларыңмен, мына таяғымен шын жүректен құттықтаймын. Сендерге осы жылы көптеген табыстар мен жетістіктер тілей отырып, аттан Атамекен дегім келеді. Аттан Атамекен, аттан Нарша күйеуге. Қыздың өмірдегі ең негізгі функциясы ол күйеуге шығу. Осыны ұмытпау керек сияқты. Нарша! Және де айтарым, жан-жақтан, аймақтан республикалық пікірсайысшылар кеп қапты. Қыздар, мүмкіндікті жібермеңдер. Құрметті пікірсайысшылар, Атамекендіктерім, бауырларым, барлықтарың айтам. Бұл ең мықты бай клубтардың бірі. Ең аумақ жағынан үлкен клубтардың бірі. Тарихы да үлкен, зор аумақ қамтысады. Қыздар өте әдемі, жігіттері ең мықты. Сендер ең алғашқы достықта турнирді ұйымдастырған, ал қалғандар оны кейін ұйымдастырады. Ол сендерге бүткіл регионнан, Тараздан, Ақтөбеден, Ақтаудан, Шымкенттен, Қостанайдан сендерге регионға келе жатыр. Бұл сендердің мықтылықтарыңды, білгірліктеріңді және бюджеттерің 650 мың теңге екенін көрсетеді. Иә. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Армағайын, әуелі баршаңызды Атамекен пікірсайыс клубының 10 жылдығымен құттықтаймын. Пікірсайыс жастардың қабілетін шыңдап, сөздік қорды байытуға мол мүмкіндік беретін даусыз. Әрине, турнир өткізу қажырлы еңбекті талап етеді. Сондықтан да осы турнирді ұйымдастырушы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне зор алғысымызды білдіреміз. Ойында жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Жастарымыз ойында ұтылса да, өмірде ұтылмасын деп тілейміз. Жаратушымыз аман жүруді, алда жүруді нәсіп етсін. Құрметті президент, мен сізден сұрағым келеді. Осы Атамекен пікірсайыс клубын не біріктіреді? Любовь. Что может быть важнее? Любовь. По-моему, это соответствует любым заповедям. И нравственным, и религиозным. Это смысл жизни. Каждый из нас по-разному понимает это слово. Но, наверное, это действительно самое главное. Ал сен білесің бе, қай жаққа пікірсайысшылар жиналып жатыр? Атамекен. Атамекен алыс па? 22 мен 24 ақпан аралығы 3 күн қатарынан Атамекен шақырады. Республикалық дебатерлар, мықты сыйлықтары және фуршет. КЗНПУ Кап 2013 күтеміз.